Әлемде талай қызық бар, бірақ бұл қызықтар әрқашанда позитивті сипатта бола бермейді. Сорақы дәстүрлер, нанымдар, тағамдар айта берсек көп. Дегенмен өзгелердің мың жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлері мен нанымдарын дұрыс бұрыс деуден аулақпын. Мен тек барды баяндап, сіздерге жеткіземін. Бүгін сіздерге әлемдегі ең сорақы, тіпті қорқынышты ғұрып жайлы айтып бермекпін. Сәлем, менің атым Сәнім. Ақпараттық танымдық білесіз бе YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бір шама үзілістен кейін қайта оралып отырмын. Жаңа видео қашан шығады деп сұрап жатқан хаттарыңыз бен комментарийлеріңіз маған мотивация беріп, мені қанаттандырды. Сол үшін сіздерге алғысым шексіз. Әзірге арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал біз бастадық. Бұл Пакистан, Бангладеш, Үндістан елдеріндегі әдеттегі той. Қонақтар дастархан басында астан ауыз тиіп, ойнап күліп, той иесінің қуанышына ортақтасып отыр. Ал ортада әнші және биші қыздар асыр салып билеп ән айтуда. Қызығы, бұл әнші бишілерді ешкім тойға шақырған жоқ. Ешкімнен рұқсат сұрамай, өздері баса көктеп кіріп, той иесі де, қонақтары да оларды жақтырмай тұр. Амалсыздан оларға ақша қыстырып, көңілдерін қалдырмауға тырысып жатыр. Оларды қууға болмайды. Тіпті қолдарының ұшын да тигізуге болмайды. Себебі олар хиджралар, ең төменгі кесапаттылар кастасының өкілдері. Және олар қыздар емес, еркектер. Бұл Үндістан, Бангладеш және Пакистан елдерінде кең таралған құбылыс. Хиджралар Артханари құдайының табынушылары. Артханари бойында әйел мен еркектің болмысы бар екі жынысты құдай. Сондықтан оның табынушылары құдайларына жақын болу үшін жыныстық мүшелерін кесіп, әйелше боянып киініп жүреді. Яғни болмысы еркек, тәні әйел болады. Хиджралар қауымдастықтарға бірігіп өмір сүреді, және әрбір қауымдастықтың өз билік жүйесі, басшысы бар. Басшылары гуру деп аталады. Хиджра болғысы келген еркектер гурудың алдынан өтуі тиіс. Хиджра болу процедурасы мынандай. Гуру хиджра болғысы келген еркектің мүшесін пышақпен шорт кесіп тастайды. Ешқандай анестезия, наркоз пайдаланбайды. Бірақ жарақатты байлап, қанды тоқтатуға болмайды. Қан өзі тоқтауы керек. Олардың нанымы бойынша неғұрлым көп қан ақса, соғұрлым көп еркектік болмыс азаяды. Нәтижесінде жарақатының орны жеркенішті тыртыққа айналады. Бірақ оларға бұл маңызды емес. Ең бастысы құдайдың разылығы. Хиджра болған адам міндетті түрде жұмаққа түседі. Хиджраларды қыстеке десеңіз, қателестіңіз. Әрине, арасында қыстекелердің бар екені жасырын емес. Жыныстық мүшелерін кесіп тастаса да, басым бөлігі дәстүрлі ориентацияны ұстанатын еркектер. Арасында бала шағасы, әйелі бар еркектер де кездеседі. Олар осылай дін жолына түсіп, Артханари құдайына құлшылық жолын таңдаған жандар. Гуру жеке қабілеттеріне, тұлғалық ерекшеліктеріне қарай хиджралардың немен айналысатынын шешеді. Әдемі және ән мен биге қабілеттері барлар тойларда өнер көрсетеді. Ал дарынсыз және түрлері нашарлары қайыршылық және жөзекшелікпен айналысады. Олар жарқын боянып, түрлі түсті көйлектер киіп, көше-көшені кезіп жүреді. Әдемілері тойларға баса көктеп кіріп, өнер көрсетіп, қонақтарынан ақша жинайды. Ал түрлері нашарлары базарларды, пойыздарды аралап, халықтан қайыр сұрап күнелтеді. Ешкімнің хиджраларға ақша беруден бас тартуға хақысы жоқ. Себебі бұл жаман ырым. Халық нанымы бойынша хиджраны ренжіткен адамның жолы кесіліп, тіпті белсіздікке ұшырайды. Ашуланған хиджра көйлегін көтеріп, жеркенішті тыртығын көрсетуі мүмкін. Бұл ең жаман лағнет болып есептеледі. Тыртықты көрген адам екі дүниеде де бақытты болмайды. Сондықтан бәрі олардан қорқып, күліп тұрып садақасын, ақшасын береді. Хиджра қауымдастықтары тек өз еркімен келген еркектермен толықпайды. Жағдайы төмен отбасыларды аралап, ата-анасынан кішкентай ұлдарын сатып алады. Тіпті көшеде қараусыз қалған бүлдіршіндерді ұрлайды. Сөйтіп оларды піштіріп, кішкентайынан қыз сияқты өсіреді. Хиджралардың бала ұрлаумен айналысатынын полиция білсе де, оларды тұтқындап жазалауға тырыспайды да.
Егер Үндістан, я болмаса Бангладешке турист болып барып, қайыр сұраған хижраларды кездестірсеңіз, міндетті түрде садақа беріңіз. Бермесеңіз, құр лағынет айтып қоймай, тіпті жабылып соққыға жығып тастау мүмкін. Жәбір көріп, полициядан әділдік іздеп әлек болмай-ақ қойыңыз. Себебі полицейлер лағынеттен қорқып, хижралармен байланысуға құлқы жоқ. Хижралар ешкімнен қорықпайды. Қаншама ғасырлар бойы қалыптасқан бұл сорақы ғұрып ешқашан жойылмайтын сияқты. 2014 жылғы ресми статистикаға сүйенсек, бір Үндістанның өзінде 5 миллионнан аса хижра бар екен. Ал Пакистан мен Бангладештегі саны белгісіз, бірақ саны аз емес екені анық. Жылдан жылға сандары өсіп жатыр. Халық жаппай оларды жек көрсе де, қарсылықтарын ашық айтуға қорқады. Дегенмен 2014 жылы Үндістанның жоғарғы соты хижраларды үшінші жыныс деп мойындады. Яғни Үндістанда төлқұжаттағы жыныс деген тармақта еркек әйел дегеннен бөлек хижра деген атау қосылды. Ғалам қарыштап дамып, адамдар ғарышқа ұшып жатыр. Ғалымдар айықпайтын дерттерге дәрі тауып, тіпті жасанды дене мүшелерін өсіріп жатқаны бар. Бірақ әлемнің бір түкпірінде адамдар түсініксіз нанымдарға сеніп, бүкіл ғұмырын құрдымға салып жатыр. Бүлдіршіндердің өмірі қор болса, отбасылар әкелерінен айырылуда. Себебі бәрінің қалауы жұмақ. Ал жұмаққа жол әрқилы. Ауырмаңыздар.